Ассалаумағалейкум, қазақ жұртшылығы. Бүгінгі мынау әкелер күні барша қазақ жұртшылығындағы әкелердің күні құтты болсын. Енді бала, әке балаға сыншыл дейді ғой. Мынау менің енді кіші балам Әзиз. Осы мынау ат құмар болып өсті бұл. Осы біттейінен аттың жалында, осы аттың қыр-сырын танығысы келеді. Осыны әлде болса зерттеп, сол қолына мынау қол түйсе, осы атын әлдейлеп, атын баптайды. Әзірге мінем деп мені әзірлеп жатыр, ерттеп бер деп мені үйретіп жатырмын. Бұл мынау салғанымыз жүген, сол емес бұл балам, мынау ұстап тұрғаның шылбыр. Ол шылбырды енді мынау барған жерде бағанаға, атбайларға байдай саласыңыз. Оны мынау жинақы ретінде былай байлақ қоямыз қазір біз. Бар қазақ жұртшылығындағы әкелер мың жасасын. Адам ұрпағымен көрікті дейді ғой. Осы ұрпағымыз ұлағатты ұрпақ тәрбиелеп, сол бізден білген түйгендерін үйреніп жатса, одан асқан бақыт жоқ. Міне енді әгі тай мініп жабағына жайдақтаған дейді. Мынау енді тай болғаннан кейін бұған ер тоқым салу әрине әлі ертеректеу деп ойлаймыз. Әгі өлең жырдың өзінде айтады ғой, тай мініп жабағын жайдақтаған дегендей. Ал енді міне ер тоқымы бар. Ер тоқым енді мынау ер тұрман міне. Мынау ер тұрман. Міне бәрі шөп тоқпаған ғой. Ер тұрманы дайын. Ер тұрман енді шалқасан жатпайды дейді. Негізі екпетінен қояды екен. Мынау енді терлік. Бисмиллахиррахманиррахим. Мынау аттың терлігі. Бисмиллахиррахманиррахим. Терлігі. Терлігі. Мынау ер тоқымы. Бисмиллахиррахманиррахим. Оп, бисмиллахиррахманиррахим. Мынау тартпасы дейді, айыл тартпа дейді. Бұрындары айылы тартпа деп екіге бөлінетін. Қазіргі заманда енді мынау бірақ қана тартпа шығаратын болыпты. Бұрын соңды екеуі болатын айылы тартпа деп. Әгі айылым босап кетсе,